Вау! Мамочка сегодня гуляет. Что за соска? Привет. Это композитор, да. Я первая жена, сын у меня, а второй чтит. Жалғыз етеді, апа дейді, апам сол кезде. Түйсігін ары қарай қозғап, аздап, кейбір жаздап кететін кездер сөздер үйлесім тауып жатқан бір отырыстың себебімен Айбек, әділеттің әбжек, анау-ананың көмегімен, бір-біріне керегімен, бір-біріне медеуімен келе жатқан отырыс. Жоламамын білсін, аман сен ғой. Соғысқа қойықтап қаттыда. Мынау военный болып өзі соғысқа қанған ерінген ғой деймін. Аман есін етіп алайық. Ош Алматы Тараз болып отырмыз. Қазір Таразға барамыз, Құдай қаласа. Тараздан ары қарата Шымкент. Таразда қыздарымыз күтіп жатыр. Аман есен жетейік, Құдай қаласа. Ал біз Таразға жеттік. Аман есен Таразға келдік. Ал енді шай қойып дайындай береді қыздар еке. Жеттік Таразға, қыздар, шайларымды қоя беріңдер. Ал келдік, біз келдік. Мә, біздің қыздар. Мә, соғалпы ғой, Алла. Қоймады мен ке. Бағана бен шкаптардың бәрін ақтарып жүргені, осы екен өзі деп таппай атқаны. Көрдіңдер ма? Мен жексенбай бір ағам бар. Маған тамақ істейді да, сен тамақ істейсің дейді, істеймін ғой. Сковородканы әке ортаға қойып атсаң, пышың деп қайнап атады ғой. Сөйтсе үйіне барғаннан кейін бүйтіп айтады дейді ғой. Әкең осы кейін елан тамақ істемейді, тамақ істесе, столдың үстінде қайнап атады ғой. Ақтөбелік жанашыр достар, ақтөбеліктер, мен сіздерді қатты сағындым. Көріспегелі біраз болды. Алла нәсіп етсе, 16 желтоқсан Ford Champions магазинінің ашылуына келем. Міндетті түрде бәріңіз түгел келіңіз. Кино түсіреміз бе? Алла қаласа, соны пысықтап отырмыз. Қызымды алып келген ғой встречаға. Біздікі деген ресторан ба, ресторан бейс ба, үйдегідей жатыр ғой. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін бізге осыны сыйлық келген. Күшті екен. Парный футболка артында мультик Зверополистікі істеп қойған екен. Және де мына жерінде число бар. Біздің таныстық басталған күн. Осыны істеп қойыпты. Ерекше армадан сіздерге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Үйде бізде әнші бар ағайын. Балалы үй базар деген рас екен. Енді базар емес. Біздің анау заттарымызды жинастырып көшуге дайындалып жатқан процессіміз. Что мы сегодня делали? Мы ходили на свидание. Это свидание нам подарили наши колдочулар с Кыргызстана. Мне прям очень сильно понравилось. Мне кажется, мы должны почаще приходить, да? Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Бізде бәрі күшті, керемет. Сіздерде қалай бәрі дұрыс па? Жоқ. Всем привет. Caliente está amor, tu quieras amor. Біз пармезаннан заказ бердік. Жейтін бургер, пицца. Сөйтсек, сок алуды ұмытып кетіппіз. Мен магазинге бар жатырмын. Осындай бір сұрақ қойыпты. Енең қасқыр болса, сен де қасқыр боласың ба? Жоқ әлде түлкі болып алдайсың ба дейді. Өте қиын сұрақ екен негізі. Яна бір оқырманымыз осындай бір сұрақ қойыпты. Сайыстан жеңіп шығуға бір балл жетпей қалса, оның реакциясы қандай болады дейді. Әрине өзіме деген реніш болады, что вот мен недостаточно жасап қалдым деген сияқты, бірақ ұтып кеткен қызға ондай бір көре алмаушылық, қызғанушылық болмайды. Қыздар қандай пәндерді оқып келді бүгінгі сайысқа байланысты дейді. Қыздар, мен енді өзім үшін жауап берейін. Мен мақал мәтелдерді кішкене бүйтіп оқып келдім и салт дәстүрді. Аяуға сұрақ, аяуға жандос көмек беріп жүр ма? Екеуі бір-бірінің адамы болды ма? Таныстық қалай дейді? Таныстық жақсы, алайда көріспегелі көп болды. Дайындық қалай жалпы? Жақсы. Қандай пәндерді оқып дайындалып келдің бүгінгі сайысқа, сұрақ жауапқа? Салт дәстүр, тарих. Ислам Қырғызстаннан үміткер барса қабылдай ма дейді.
жалпы енді әнші екеніңді бірі білсе бірі білмейді ғой. Жалпы әннен бөлек қандай өнерлерің бар? көп ойнайтын жұмыс істеген. Адам байлыққа немесе жақсы табысқа жету үшін не істеу керек деп бір оқырманымыз жазып жіберіпті. Байлыққа немесе жақсы табысқа жету үшін барлық амал негізінде өзіңнен басталады. Ең бірінші тәрбиеге, одан кейін анаңның батасын алшы. Негіз. Елдің көркі. Тағы бір өнерің шығып жатыр ғой мына. Енді ана қыздар бәрі қазақша көйлекпен керемет андай атмосфера отыр да, енді күшті андай осындай Шабытыңды ашып жатыр. шабытымды ашып жіберіп жатыр да. Қыз өссе елдің көркі деген күшті өлең. Жігітке жеті өнерде аз дейсің ғой. Жігітке жеті өнерде аз. Жігіт деген ол қазіргі заманауи тілмен айтқанда универсальный болу керек қой. Любой жан-жақты шустрый бәрін бірдей алып жүру керек та. Солай жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Жігіттердің барлығы сол мен сияқты кәдімгідей. Саған бір оқырманымыз осындай бір сұрақ қойыпты. Нұрысқа бір баласы бар үміткер келсе қабылдай ма дейді. Мен талаптарым баласы жоқ, ажыраспаған. Солай деп айтқан едім. Енді алдағы күндері көре жатамыз. Келіңіздер, көреміз, таныстық алаңға болғандықтан танысып бірімізді сырласып танысып көреміз. Қыз оқырманымыз бір осындай сұрақ қойыпты. Енең қасқыр болса, сен де қасқыр боласың ба, жоқ әлде түлкі болып алдайсың ба дейді. Түлкі болып алдаймын. Неге? Енді енен бабын табу керек қой. Дегенмен де ол себебі сенің екінші жақынды туып берді, дүниеге әкеліп берді. Егер екінші жақынды қалай жақсы көрсең, енеңді солай жақсы көру керек деп мен солай есептеймін. Ертең енең екеуінің арасында кикілдіңдер болып жатса, оны қалай шешесіңдер? Өздері сөйлесіп, біз енді екеуміз де ересек. Өзіңнің мамаңа звондап, ондайлар болып жатыр, жал жасау. 19 жасымда, 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Оның өзінде де мен үй ішіме звондап, өйтіп жауап жасайтын кездер болмаған. Болашақта да ондай болмайды деймін.